Сәлем достар, сіздермен бірге Дария. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін асқабақ, алмұрт және манго қосылған өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер және де каналыма тіркеліп, егер де осы видео ұнап жатса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше пирогты дайындауға кірісейік. Ең алдымен бізге ұн, шым-шым тұз және қопсытқыш, яғни разрыхитель, қант қосып барлығын араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз. Енді осыдан жақсылап тұрып песочный тесто дайындап аламыз. Біздің песочный тестомыз дайын. Енді қамырымызды біріктіру үшін жұмыртқаның тек қана сары уызын қосып, қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа демалдырамыз. Біздің қамырымыз демалғанға дейін начинкасын, яғни салмасын дайындаймыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Орташа отта асты қалың табаға қантымызды салып, ақырындап ери бастайды қантымыз. Кейін асқабақ салып араластырамыз. Қантты күйдіріп алмаңыздар, өйткені начинкадан күйген дәм шығатын болады. Кейін табиғи бал қосамыз. Және де манго қосамыз. Менде мына детский питание, яғни балдардың үйдегі пюресінен қостым. Негізі кондитерлік дүкендерде мангоның пюресі сатылады. Болмаса мангоның өзін кофемолкадан өткізіп қоссаңыздар болады. Нағыз жоқ болып жатса, қоспауға да болады әрине. Бірақ қосқандарыңыз дұрыс. Барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Енді сүт қосамыз. Және де 33%-дан жоғары сливке қосамыз. Сливке міндетті түрде 33%-дан жоғары болу керек. Біздің асқабағымыз жұмсарғанға дейін жай отта қоямыз. Асқабақ езіліп пісу міндетті емес, өйткені ол пирогпен бірге пеште пісетін болады. Енді қант, кукурузный крахмал, сары уыз және де сгущенка төртеуін араластырамыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описаниеда жазып көрсеттім. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Енді біздің асқабағымыз жұмсарған. Осыған әкеліп қосамыз. Дәл осы жерде біздің жаңағы начинкамыз қоюлану керек. Мұқият, асықпай араластырып аламыз. Қоюланғанға дейін араластырасыздар. Дәл осы жерде қоюлатып алмасаңыз, сіз артынан оны қоюлата алмайсыз. Сондықтан да міндетті түрде қоюланғанша күтіңіз. Енді сары май салып, блендермен барлығы біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Менде бұрын вилкамен араластырып жүрдім, бірақ блендермен араластырған қанша дегенмен айырмашылық бар. Холодильниктен қамырымызды алып, диаметрі 28 болмаса 30 см болатын формаға жан жақтарын теп-тегіс бірдей қылып жайғастырамыз да кейін салмамызды салып тегістейміз. Пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Кейін бір дана қатты алмұртты алып, сыртын аршып, осылай өз қалауыңызша әсемдейсіздер. Және де дүкендерде мына асқабақтың семечкалары сатылады. Сонымен әсемдейміз.
миндальный лепесткімен және де әсемдейміз. Ол да бір жақсы пирогқа дәм береді. Біздің пирогымыз дайын. Енді әдеттегіше 30-35 минутта алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.